Марс күннен 4-ші планета. Ол күн жүйесіндегі ғаламшарлар ішінде Меркурийден ғана үлкен. Марс құралсыз көзбен көрінетін 5 планетаның бірі болғандықтан астрономдарға бағзы замандардан белгілі. Ол туралы алғаш осыдан 4000 жыл бұрын көне Мысыр жұлдызшылары жазған. Қызылдау түсіне бола Марсты қызыл планета деп жиі атайды. Қазіргі астрономдар Марстың қызылдығының себебі бетіндегі жыныстар мен шаң құрамында темір оксидінің, яғни таптың көптігі екенін біледі. Бірақ көне замандарда қызыл түсті соғыспен байланыстырған. Сондықтан Марс көне римдік соғыс құдайының атымен аталған. Біздің қазақ халқы оны қызыл жұлдыз атаған екен. Марс шағын тас планета, ішкі күн жүйесі планеталарының соңғысы. Ол күннен 227 миллион километр қашықтықта, сондықтан күн сәулесін жерден 2 есе аз алады. Қатып жатқан полюстердегі температура -143 градусқа дейін түседі. Бірақ экваторда 35 градусқа жетуі мүмкін. Температураның бұлайша құбылуының бір себебі Марстың негізінен көмірқышқыл газынан және азғана оттегінен тұратын атмосферасы бар. Бірақ ол өте жұқа болғандықтан күн энергиясын көп ұстай алмайды. Марстың екі серігі бар, Фобос және Деймос. Марспен немесе біздің аймен салыстырғанда олар өте кішкентай. Екеуінің ірісі Фобостың ең жалпақ жеріндегі өлшемі 27 километрден аспайды. Яғни ол Род Айлендке сыйып кетеді деген сөз, және бос орын қалатындықтан қасына Деймосты да қосып қоюға болады. Осыншалықты кішкентай болғандықтан олардағы тарту күші сфера пішінге ие болуға жеткіліксіз. Сол себепті Фобос пен Деймос кедір-бұдыр және дұрыс емес пішінді. Ғалымдар олар ертеде Марс гравитациясы өзіне тартып алған кезбе астероидтар болуы мүмкін деп пайымдайды. Марстағы бір қызық нәрсе, онда күн жүйесіндегі ең биік белгілі тау Олимп тауы орналасқан. Олимп тауы жердегі ең биік шың Эвересттен 3 еседей биік. Оның биіктігі сонша, ол Марстың жұқа атмосферасының төбесіне жете жаздайды. Марста сұйық күйдегі су жоқ, бірақ көп мөлшердегі мұздан тұратын екі поляр мұз жамылғысы бар. Және кейде жердегідей су буынан бұлттарда түзіледі. Марстағы тәуліктің ұзақтығы жердігіне жақын. Марс өз білігінен 24 сағат 37 минутта бір үйіріледі. Бұл жер тәулігінен 2,7%-ке ғана ұзақ. Алайда Марс күннен қашықтау болғандықтан оған күнді айналып шығуға жермен салыстырғанда әлдеқайда көп уақыт. 687 күн қажет. Марс жерге жақын және белгілі бір дәрежеде ұқсас болғандықтан адамдар ұзақ уақыт бойында тіршілік бар ма? Немесе бұрын болған ба деп ойлаумен болды. 1877 жылдың өзінде астрономдар Марс бетінен көрінген ұзын, түзу сызықтарды каналдар деп санады. Ал каналдар болса, оларды біреулер қазуы керек қой. Адамдар Марстағы тіршілік иелері туралы кітаптар, әңгімелер жазып, оларды марсиандар деп атады. Қазіргі астрономдар Марста әлдегінің не әлдененің өмір сүргенінің еш белгісін таппады. Марста өмір болған күннің өзінде, онда бактериялар сияқты кішкене, қарапайым тіршілік иелері жасаған шығар. Енді адамдар Марс адамзатқа жайлы қоныс бола ала ма деген мәселені ойлай бастады. Ерекше қызыл планета туралы қосымша ақпарат жинау үшін Марсқа немесе оның маңына 60-қа тарта ғарыштық миссия аттандырылды. Дәл қазір Марс бетінде 4 аппарат және орбитада 8 аппарат жұмыс істеп тұр. Олардың бәрі жерге мәлімет жіберуде. Адамдар түптің түбінде Марсқа өздері жетуді армандайды. Бұл алдағы бірнеше 10 жылдықта жүзеге асып қалады.
Ал оған дейін осы ғажайып планета туралы білеріміз әлі де көп.